Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге үй жағдайында қатпарлы қамыр дайындап көрсететін боламын. Мен бұрыннан бері осы рецептпен дайындаймын. Бұл қатпарлы қамырдан самса, мясной пирогтар, неше түрлі тәттілер дайындасаңыздар болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырша белгісін басыңыз. Қамырымызды дайындау үшін ең алдымен бізге ұн және тоңазытқыштан шыққан осындай қатты маргарин немесе сары май қажет болады. Міндетті түрде салқын болу қажет. Барлық мөлшерде мен төменде описание қалдыратын боламын. Ұнымызды осылай үстелімізге төгіп, және осы біздің қатып тұрған мұздатқыштан шыққан қатты маргаринімізді осындай үкіштің үлкен көзінен ұнға ауната отыра осылай видеодағыдай өткізіп аласыздар. Бұл жерде бізге үлкен жылдамдық қажет, өйткені біздің қолымыздағы маргариніміз еріп кетуі мүмкін. Және де осылай үкіштен өткізген кезде астынан өткен маргариндерімізді видеодағыдай ұнға аунатып отырасыздар, яғни маргариндеріңіз бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Сонда ғана біздің қамырымыз қатпарлы болып, әдемі болып шығатын болады. Барлығын осылай тездетіп, үкіштің көзінен өткізіп аласыздар. Байқап тұрсаңыздар, мен екі маргаринді де осылай үкіштің үлкен көзінен ұнға аунатып барлығын өткізіп шықтым. Дәл осындай бізде тесто пайда болу қажет. Бұл қатпарлы қамырдың ең оңай рецебі, сондықтан сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Енді барлығын жасап болғаннан кейін екі қолыңызбен үйкелеп, біздің маргариндеріміз бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Бұл қамырдан неше түрлі тәттілер жасасаңыздар болады. Видеодағыдай осылай қамырымыздың ортасын ашып қоямыз. Енді үстіне құятын суын дайындайтын боламыз. Суымыз міндетті түрде өте салқын болуы қажет. Мен бұл суды морозильникке жарты сағатқа қойып алдым. Үстіне тұзды саламыз және жақсылап араластырып, 6%-тік уксусымызды салып, және соңында бір жұмыртқамыз саламыз. Айта кететін жағдай, бұл жерде барлық біздің қоспамыз өте салқын болу қажет. Енді суымызды ортасына құйып, қамырымызды осылай жасайтын боламыз. Дәл видеодағыдай ешқандай да қамырды илемейсіздер, жай ғана қамырды бір-біріне біріктіретін боламыз. Егер де сіз қамырды илейтін болсаңыз, онда сіздің қатпарлы қамыр шықпауы мүмкін. Мінекей осындай мен 4 бұрышты қылып формада жасадым. Енді осы қамырымызды таза целлофанға кигізіп, мұздатқышқа қойып қатыратын боламыз. Мен шамамен 3 сағатқа қойдым. Қазір сіздерге кесіп ортасын көрсететін боламын. Енді бұл қамырды алып, өз қалағаныңызша тәттілерді дайындай берсеңіз болады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналымнан неше түрлі рецепттерді көре аласыздар. Сіздермен болған Гүлсая.